Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен қарапайым жасалатын, дәмі ерекше, дастарханыңыздың сәнін келтіретін сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстіне қантымызды салып, бөлме температурасындағы сары майды немесе майыңыз қатып тұрған болса, ерітіп салсаңыздар да болады. Барлығын салғаннан кейін шаңышқының көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде сары май бөлме температурасында тұрғаннан кейін бірден сала бердім. Сіздер ерітіп салсаңыздар да болады. Егерде қатып тұрған майды салатын болсаңыздар, тестаңыз қаттылау болып шығады. Сол себепті бөлме температурасындағы немесе ерітілген сары майды қосқан дұрыс болады. Енді ұнымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Ұнды електен өткізіп салған дұрыс. Оның үстіне какаомызды салып, бір шай қасық қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығы біркелкі болғанша араластырып алып, оның үстіне оның алдында дайындап алған массамызды құйып, өте жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қамырды бірден аст үстіне көтеріп, қатты илеп қажеті жоқ, жаймен саусақтың ұшымен ала отырып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды қатты басып қажет емес. Барлығы осылай біркелкі бірігіп тұруы қажет. Қатты қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Видеода көргендеріңізде қамыр өте жұмсақ, нәзік болып шыққан. Бірден осы қамырымызды формамыздың үстіне жайып шығатын боламыз. Тестаның кішкене жарты бөлігін бөлек алып қалдым, себебі шет жағына қазір жабыстыруға қажет болады. Тестамыздың барлығын орналастырып болғаннан кейін шаңышқымен тестаның төменгі жағын басып шығып, холодильникке салмасын дайындағанша салып қоямыз. Салмасына сгущенка мен орех қажет болады. Орех менде тұзды болғаннан кейін салқын сумен бір жуып алып, духовкаға шамамен 15 минуттай кептіріп алдым. Мінекей барлығын бірге салып, жақсылап араластырамыз. Сгущенканың сапалы түрін алған дұрыс болады. Егер сгущенка сапасыз болатын болса, біздің салмамыз бір-біріне дұрыс бірікпей, дұрыс шықпайтын болады. Тестамызды холодильниктен шығарып алып, енді салмасын салатын боламыз. Шет жағына жеткізіп, барлығын жайып шығатын боламыз. 180 градуста шамамен 30-35 минуттай піседі. Пирогымыз пісіп шыққаннан кейін толықтай суығанын күтетін боламыз. Бірден бетіне құятын шоколадты құйып жіберуге болмайды. Пирог суығаннан кейін барып, осындай бетіне құятын шоколадты ерітіп аламыз. Пластмасс ыдыстың үстіне шоколадтарымызды қойып, қайнаған судың үстіне шоколадты еріткен дұрыс болады. Видеода көргендеріңіздей біздің шоколадымыз біркелкі әдемі болып еріді. Мінекей енді суыған пирогымыздың үстіне ерітіп алған шоколадымызды жан-жағына біркелкі етіп құйып шығатын боламыз. Пирогымыздың бетіне шоколадын құйғаннан кейін холодильникке бетіндегі шоколады қатқанға дейін салып қоятын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Жан-жағына қаласаңыздар қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.